Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен күріш қосылған сорпаның рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен қазанымызға етімізді салып қоямыз. Бөлек табада сорпаның зажаркасын дайындаймыз. Сол үшін қызып тұрған табаға пияз, сарымсақ, сәбіз, болгар бұрышын бәрін қуырып аламыз. Томат пастасын қуыру үшін табадан осылай бөлек орын дайындап аламыз. Етіміз піскен соң оның көбігін аламыз. Күрішті жылы суға салып қоямыз. Зажаркамыздағы көкөністер қатты болып қалмас үшін шамамен 2 ожаудай сорпаны құйып бұқтырып қоямыз. Ет қайнап жатқан қазанымызға картопты қосып, 10-15 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Дайын болған зажарканы сорпаға қосып, тағы да 10-15 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Сорпаға күрішімізді қосамыз. Жақсылап араластырып, күрішіміз піскенше бетін жауып қоямыз. Шамамен 15-20 минуттай. Күріш қосылған сорпамыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.